Кебір біздің қиындар бар ғой. Намаз оқып сен, мен кебірлерде күнәм жоқ қой дейді. Сен Раббым Аллах, пайғамбар Мұхаммад, диним ислам деп Алланың китебіден таныш тамған жоқ, күнә емес пе? Балдарыңа бір иман тарбия бере албасаң, қыздарыңа жолық салдыра албасаң, да күнәм жоқ, мане главный мане таза болса дейді. Жүрегіңді тазалығын кім біледі? Бұл жағың таза болғанда сен салих амал жасайды елең. Аллах Тағалаға бой көтересің бе? Сажда қыл десе, мен неге сажда қылам дейді. Сен маған емес, Аллах Тағалаға сажда қыл деп отырсың сен. Жаратқанға сені ошол қолың тисе жиіркене тұрған судан болмадың біле. Сен кім елең? Тишің жоқ еле. Ененің құрсағында қараңғы тар жерде жаттың. Ененің қаныдан, не үшін бойға бүткенде ененің етеккір келбей қалады. Өтеккірменен азықтанғансың. Анан bu жаққа келгенде мен неге сажда қыламын? Сені жоқтан бар қылбады бі? Ошондай қараңғылықта саған рызқың бербеді бі? Ақырын саға тил берді, тишің шықты, тайтаңда басып қалдың. Анан басып қалғаннан кече кім едің? Анан чоңой балағатқа жетіп, ем ақылыңа келдің, ақылыңды жүргізіп, жаратқанға жалбарып, ибадат қыл десе, мен қылбайым дейсің бі?